Ассалаумағалейкум, армысың қазақ елі, сіздермен бірге Сұлтанбек. Бүгінгі бейнеде мен КСРО кезінде қазақтардың шын тарихын жасырып келгенін жалпы былайша дәлелдеп айтып көрмекпін. Сол үшін бейнені соңына дейін қарауға кеңес беремін. Арнаға тіркеліп, бейнеге лайк басып кетіңіздер. Ал ендеше мен көп соза бермей бастаймын. Достар, былайша өздеріңізде байқап жүрген боласыздар. Қазіргі таңда интернет желісінде болсын, басқа да кітаптарда болсын, тарихи жазба деректерде, тіпті фильмдерде қарқынды қазақ тарихы жаңа деңгейге көтеріліп жатыр. Көптеген қазақтар туралы, қазақ халқы туралы, басқа да көшпенді мемлекеттер туралы шындықтар былайша айтқанда ашылып жатыр. Ал бұл бұрынғы кезде көп айтылмаған еді, жасырылып келген еді. КСРО кезінде барлықтарыңыз білетіндей қызыл әскер, социалистік партиялар, яғни олар көбіне өз батырларын шығара бастаған, өз батырларын насихаттап отырған. Мысалға айтсақ, Махамбет Өтемісұлы, Исатай Тайманұлы секілді, Кенесары Қасымұлы, мысалы қазақтың соңғы ханы, сол тағы да басқа Оспан батыр, мысалы көптеген батырлардың барлығын КСРО кезінде бандит, анау мынау, мысалға қалай айтсам болады, көбіне бандит деп айтқан, яғни ол мемлекетке қарсы сондай жаман адам кейпінде таныстырып отырған. Бұл дегеніміз таза тарихты жасыру, бұрмалаумен бірдей бұрмалау болып саналады. Себебі біз нағыз тарихты білеміз. Мысалға айтқанда, Кенесары бабамыз ұлт-азаттық көтерілістер жасады. Оған себеп болған, мысалы, қазақтарды, яғни біздің ата-бабаларымызды кереметтей жайылым жерлерінен, өз жерлерінен басқа жерге қоныстануға мәжбүр қылып қуған болатын. Бұл да шын тарих. Бірақ бұны байқасаңыздар КСРО тарих кітаптарында айтпаған. Неге? Олар барлық тарихты жасырып келген, тек өздеріне ыңғайлы батырларды шығара бастаған. Мысалға айтсақ, Амангелді Иманов қатты батыр қылып жүрген. Мен оған ешқандай қарсылығым жоқ. Оның жақсы тұстары да болған, бірақ ең бір қызығы, бұл батыр қызылдарға жақтас болған. Яғни, қалайша айттым, ол байларды ұнатпаған. Ал сізде мысалы айтуыңыз мүмкін, байлар жаман болды, сараң болды. Жоқ, байлардың жақсысы да болған. Тіпті қазақ байлары жақсы деп те айта аламыз. Себебі кезінде әр рудың өз байлары болған. Бірақ ол байлар ешқашан сараңданып, кедейдің соңғы асын, іші отқан асын алып кетіп, ондай істер жасамаған. Себебі әр рудың өз көрсеткіші болған. Мысалы, мына рудың байы өз руының адамдарын барынша жақсы кейпінде сақтаған. Ол қалай десеңіздер, мысалы, бір үйдің ер адамы қайтыс болса, соған көмек берген, жұмыла көмек беріп, мысалға мал берген, тағы да басқа көмектер берген. Дәл сондай, мысалы, бір бала жетім қалса, асырап алған. Сондай сияқты байлар тек мал беру жағынан емес, ақыл, парасаттылығы жағынан да асып түскен. Ал КСРО-ның саясаты бұл қандай? Байлар жаман, байлар кедейлердің соңғы асын тартып алады, байлар сараң болады. Тағы да басқа сондай саясаттарды қазақтың миын улап тастаған. Тіпті қазірге дейін біз байларды жамандауға үйреніп қалғанбыз. Бұның барлығы КСРО кезінен келген пропаганда деп те айтуға болады. Ол түгілі кәдімгі балалардың мультфильмінде де, кейбір мультфильмдерінде де ашық көрсетіліп жатады. Мысалға, Алдар Көсе мультфильмін білесіздер, ешқандай қарсылығым жоқ, бірақ бұл мультфильмнің өзінде байларды сараң жаман қылып көрсетеді. Менің айтқым келгені, байлардың барлығы сараң емес, бәрі парасатты деп айта алмаймын, бірақ қазақ байлары ерекше болған. Қазақ байлары
өз руластарына көмектескен, қиын, мысалға бір үйде қиыншылық болып қалса сондайға көмектескен. Сол сияқты байларды жаман кейпінде көру, бұл да КСРО-ның былайша айтқанда пропагандасы деп айтуға болады. Келесі мысалға, КСРО кезінде қазақтар өздерінің Алтын Орданың тікелей мұрагерлері екенін білді ма? Жоқ. Бұл да жасыру. Яғни КСРО кезінде қалай айтты? Алтын Орда, Тартария, тартарлар, анау мынау деп, мысалы нелер деп айтты, сосын половцы деді. Былайша айтқанда қазаққа алыс қылып тастады. Алтын Орданы, қыпшақтарды қазақтарға алыс тарих ретінде, яғни қазақтарға еш қатысы жоқ деген сияқты қылып ығыстырып тастады. Бұның барлығы да саясат, үлкен саясат. Соның кесірінен ол кезде қазақтар өзінің нағыз тарихын білген жоқ. Құдайға шүкір, қазіргі кезде тәуелсіз мемлекет болып ғанымызға 30 жыл болды. Тарихи деректеріміз барлығы ашылып жатыр. Алтын Орданың тура мұрагері екеніміз нақты дәлелденіп жатыр. Мысалға көпшілік қазақтар бар, КСРО-ны жақтайды, КСРО-ны жақсы көреді, КСРО кезінде теңсіздік болды дейді, ұлттар бірге тұрды дейді, интернационализм болды дейді. Ол дегеніміз, мысалы, интернационализм дегеніміз ол ұлттардың бәрі бірегей, бір-бірін сыйлап, бір мекенде тұрды дегені. Бір мемлекетте тұрғанымен, бірақ интернационализм тек қағаз жүзінде болды. Ол былайша айтқанда тіпті болмады деп айта аламын. Себебі ол кездің өзінде көшпенді Орталық Азия, тағы да басқа ұлттарды төмендету сияқты саясаттар жүрді. Тіпті мен өзім әжемнен, атамнан естіп жүретін едім. Оларды жас кішкентай кезінде басқалары, мысалы, нақты ұлтты айтпай-ақ қойын, ұлтшыл болып ұлтты айтпай-ақ қойын, қазақтарды Карсаки, Кайсаки деп жамандап жүрген болатын. Киргизы, Кайсаки, Карсаки, не үш түрін табасын? Не үш түрін табасын? Узкоглазый, анау мынау жамандаудың не үш түрін табасын? Барлығы қайдан шықты? Сіздер мақтап жүрген КСРО-дан. Барлығы демей-ақ қойын, бірақ әлде КСРО-ны аңсайтын, әлде КСРО-ны жақсы дейтін адамдар бар. Сол үшін Міржақып Дулатұлы атамыз айтқандай, оян қазақ, ұйқыда өткізбей бекер жасты. Оянайық, білейік, өз тарихымызды, өз тура түп тарихымызды біліп жүрейік. Басқа саясаттар мен басқа пропагандаларға миымызды улатпайық. Өз тарихымызды біліп, нағыз қазақ болатын кез туды. 30 жыл болды тәуелсіздік алғанымызға. Енді біз нағыз қазақ болып, өз ұлттық құндылықтарымызды құрметтейтін, тарихымызды білетін, нағыз фактпен айтылған тарихымызды білетін кезге жеттік. Сол үшін барынша тарихымызды, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп жүрейік. Сіздермен болған Сұлтанбек. Сау саламатта кездескенше сау болыңыздар.